Менде депрессия, ойбай, мен бұдан қалай шығам дейтін адамдар өте көп. Жаман көңіл күйді, созылмалы стрессті депрессия деп атайды. Ол депрессия емес. Депрессия болған адам, осы күйзеліске түскен адам деген, бұл өмір сүруден түңіледі. Сонда мен ойлаймын, адамдарда соншама проблема көп па деп. Сыныптастарым шеттетіп, жабылып, маған қарсы шығатын еді. Бөлінг деген құрбан табу. Бала деген өте қатыгез, жауыз, жалмауыз жаратылыс. Нормальный адам бөліп етпейді ешкімді. Бірақ жан дүнием ауырып, жан дүнием қиналған кезде мен мына өмірді сүргім келмейді. Шыңғыстың тағы да бір өмірінде болған жайт, ол өз-өзіне қол жұмсағысы келген. Ел өліп қалсам ба деген сияқты ой келеді, былай жеңіл түрде. 2 больной қосылыпты. Жұмыс істейсің, ақша табасың, киім киесің, ал не болды? Керемет көлік мінесің, ал не болды? Бәрібір өлесің, қалады, ештеңе о дүниеге әкете алмайсың. Жанұяда 2 адам бір-біріне беру керек. Бірінші жаны сау болу керек, сол кезде оның тәні сау болады. Барлық адамдарға психологиялық терапия керек. Маған көңіл бөлмеді, үйдегілер мені онша қатты жақсы көрмейді деп кім ойлап отыр? Сіздің жаныңызда ауру бар. Сен біреуден көңіл күтпе. Сен бөлші көңілді. Неге олар маған көңіл аудара беруі керек екен, мен неге көңіл аудармаймын деген нәрсе. Мен қазір осы жерде отырмын. Хат жеткізгенде ол не только инсайт, ол еще катарсис болады. Баршаңызға сәлем, Абылайхан Өмірбай YouTube арнасында жаңа сұхбат. Бүгінгі менің спикерлерім психолог Серікгүл Сали және астаналық Шыңғыс Садық. Бүгін біз депрессия деген өте бір күрделі, ауқымды тақырыпты қозғағымыз келіп отыр. Өйткені бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер, осы депрессиямен ауырып жүргенде, жалпы депрессияға ұшырағандар, менде депрессия, ойбай, мен бұдан қалай шығам дейтін адамдар өте көп. Соларға бір пайдамыз тисін деген ниетпен, мақсатпен спикерлерімізді шақырып, осы бір ауқымды тақырыпты мейлінше қарапайым тілмен сіздерге жеткізгілеріміз келіп отыр. Сол үшін де осы депрессия тақырыбын сіздерді қандай сұрақтар мазалайды, міндетті түрде комментарийге жазып кетсеңіздер де болады, ол біз үшін өте маңызды. Ендеше бастайық, Серікгүл ханым, өзіңізден. Жалпы депрессияға қазір ұшырап жүргендер өте көп екен. Әлем халқының 5% шамамен депрессияға ұшыраған екен да. Енді бұл деген қарап тұрсаңыз, әлемде 280 миллион адам шамамен осы депрессияға шалдыққан екен. Жалпы депрессия деген не, ол қайдан пайда? Және күнделікті 4.000-ы өз-өзіне қол жұмсайды. Иә. Енді қазір басынан кішкене күліп отырғаным не да, сол қарапайым тілде депрессия деген күрделі тақырыпты түсіндіреді деп Серікгүлді шақырдық дейсің ғой. Иә. Өйткені кез келген нәрсені жатып алып, жалпақ қазақтың сөзімен айтам ғой мен бір. Дұрыс қой. Не сияқты. Яғни бұл депрессияға жаңа 5% деген сөзді сен жай айтқан жоқсың. 5% депрессияға түседі екен. Яғни әрбір елді алсаң, әрбір 100 адамды алсаң, 5-еуі ғана шын мәнісінде күйзеліске ұшырайтын типтен. Адамдар осыны ажырата білмейді да, сондықтан олар бір жаман көңіл күйді, созылмалы стрессті депрессия деп атайды. Ол депрессия емес. Ол сенде тек сен өмірде қуана білмейсің, сен өмірде күліп білмейсің, жалпыда риза болып білмейсің, әрбір нәрсеге ризашылық сезінбейсің. Сенде сондай бір жаман көңіл күй тұрақты сақталған. Көңіл күйің жоқ. Қандай жағдай болмасын, мұңлықсың. Оны депрессия деп атайды. Депрессия емес, сен қай кезден алса, солай өмір сүріп үйреніп қалғансың. Енді біреулерінде созылмалы стресс болады, соны да депрессия дейді. Ал шын мәнісінде депрессия болған адам, осы күйзеліске түскен адам деген, бұл өмір сүруден түңіледі. Яғни күйзелістегі адамның өмір сүруге деген құлқы болмайды. Өз-өзіне қол жұмсау жағынан неге? Себебі мен өмір сүру үшін мына өмірді сүретіндей бір мән табуым керек мен. Сол өмірдің мәнін таба алмаймын мен. Сонда менің ішімдегі запрос, жаңағы айтайық та, жаңағы бір күйзелісте жүрген адам, созылмалы стрессте жүрген адам, немесе бір көңіл күйі жақсы емес көңіл күйде жүрген адамнан неге сен сонша қиналып жүрсің? Не жағдай саған болды? Не саған керек деп сұрасаң, ол айтады. Мені ешкім жақсы көрмейді, жаңағыдай маған көңіл бөлмейді, маған махаббат жоқ, ол түсіндіре алады. Енді біреуден барып, саған не болды десең, ол айтады, өмір деген әділетсіз, мен өкпе ренішім бар, адамдар маған сатқындық жасады, ол түсіндіре алады. Яғни оған белгілі түрде бір жасалынған іс-әрекет қадам бар да, сондықтан ол айта алады. Сол себептен бұны біз депрессия деп атамаймыз. Депрессия дегеніңіз не болды саған, не жағдай болды, білмеймін. Не жағдай болған, мен білмеймін. Бірақ жан дүнием ауырып, жан дүнием қиналған кезде мен мына өмірді сүргім келмейді. Мені неменеге туды?
мені тумау керек еді. Мен осы өмірге қиналу үшін келдім ма, мен өмірді сүргім келмейді. Мен осындай ауыр, яғни өмірді сүруге мен оқшауланам, жалғыз өзім қалам, қараңғыда болғым келеді, жарықты ұнатпаймын, адамдарды ұнатпаймын, мен жек көремін бәрін. Себебі менің мынау жан қиналысымды түсінетін адам жоқ. Неге қиналып тұрсың, ал айтшы, мен жауабын берейін десең, ол неге қиналып тұр екенін айта алмайды, жеткізе алмайды. Себебі оның ішіндегі басты сұраныс, яғни бұл бір 5%-бен туатын адамдардың басты сұранысы өмірдің мәні не екенін табу. Мен өмірдің мәні не екенін табу, ол жаңағы материалдық нәрселерден тұрмайды, жаңағы сияқты. Ақшадан тұрмайды, отбасынан тұрмайды, бала туудан тұрмайды, ол жұмыста карьера қылып өсуден тұрмайды. Ол дегеніңіз біреуді жақсы көру, махаббат тұрмайды ол нәрселерден. Өмірдің мәні дегенің жалпы адамдар не үшін жаралды, не үшін жаралды. Мен осы өмірге жайдан жай келген жоқпын. Сен жұмыс істейсің, ақша табасың, киім киесің, ал не болды ал? Керемет көлік мінесің, ал не болды ал? Бәрібір өлесің, қалады, ештеңе о дүниеге әкете алмайсың. Яғни біз жайдан жай бұл өмірге келген жоқпыз. Ол кісілер өте терең сұрақтарды ойланады, Абылайхан. Ол осы сұрақтардың жауабын олар көбінесе бірнеше бағыттан табады. Мен қазір өте көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Жоқ. Да? Яғни олар бірнеше бағыттан табады. Мысалы, біраз бөлігі бұл адамдармен, бұл балалар кішкентай кезінде бала болды ғой, бала болған кезінде бұнымен дұрыс бағытта айналысатын болса, бұлар өмірдің мәнін символдардан табады. Яғни олардан математик шығады, физик шығады, программист шығады, олар символдардан табу деген осы. Сен өмірдің мәні не десе, өмірдің мәні есеп, физика, химия. Яғни бұл кісілер ғылымның адамдары. Өмірдің мәні не? Енді біраз бөлігі. Бұлар өмірдің мәнін тілдерден табады. Яғни тілдерден табу деген бұл полиглот. Кез келген тілдерді игеріп, меңгеріп, акцентсіз сөйлеп, әрбір тіл ұлттың несін сондай қылып кетеді. Ғалым ол жақта да. Енді біреулер өмірдің мәнін нотадан табады, дыбыстан табады. Онда бұлар композитор. Сен композитордан барып өмірдің мәні не деп сұрасаң, музыка, әуен деп айтады. Енді біреулер өмірдің мәнін сөзден табады. Ол дегеніңіз философ. Ойды жеткізу сонда жақтарынан. Сонда өстіп жүріп келген кезде бұлар не ғалым, өмірдің мәнін таппай ма? Зұлым. Өз өміріне деген зұлымдық және өзгеге деген зұлымдық үстіп жалғасып кетеді. Сондықтан біз адамды түсінбейінше, біріншіден де оның психикасын, жан дүниесі неден тұратынын білмейінше, бір-бірімізбен қарым-қатынас құру өте қиын болып есептеледі. Енді біздің көрермендер түсінбей қалуы мүмкін, жалпы Шыңғыс бұл жерде не істеп отыр деген сияқты сауал туындауы мүмкін. Сол үшін түсіндіре кетейік. Шыңғыс TikTokта, Instagramда өте белсенді, өзінің басынан кешкен оқиғаларын айтып, жариялап жүрген, бөлісіп жүрген жігіт. Бұл Шыңғыс деген жігітіміз біздің жалпы депрессияның құрбаны. Былайша айтқан кезде біраз уақыт депрессияда болған, стрессті басынан өткерген. Одан бөлек Шыңғыс буллингке де тап болған екен. Енді толығырақ өзі айтып берсін. Былай рахмет, шақырғаныңыз үшін рахмет. Осында болуға өте қатты қуаныштымын. Бұл мен үшін тұңғыш рет осылай подкастта болу. Жалпы буллинг туралы айтсам, мектеп кезінде мені өзімнің сыныптастарым былай енді шеттетіп, жабылып, маған қарсы шығатын еді. Ол неге болды? Өйткені мен жастайымнан сондай мейірімді, конфликтіні жақсы көрмейтін сондай бала болып өстім. Мүмкін жанұяда өскенде, тәрбие берген кезде маған өзімді қорғайтын бір дағдылар, сондай мінездегі бір қасиеттер берілмеген деуге болатын шығар. Сол себептен мен өзімнің жеке шекараларымды, жеке границаларымды айтады ғой, оларды дұрыстап қорғай алмадым. Жалпы адамдардың психологиясы бойынша, әсіресе жас балалардың психологиясы бойынша, егер сен бір рет сол шекараны кесіп өтсең, ол әрі қарай солай жалғаса береді. Менен ешқандай қарсылық мысалы болмағаннан, балалар күліп, ойнап, кекетіп өздерін солай ұстады. Ол менің жүйке жүйеме былай тура әсер етті. Өйткені мен мысалы
9-шы сыныпқа қарай, 8-ші 9-шы сыныпқа қарай уже таңертең мектепке барғым келмеді. Әрбір күнім мен үшін сондай бір жаман әсермен басталатын болды. Енді бұлай енді артқа қарап бір резюме жасасам өзіме, ең бастысы бала өзінің жеке границаларын, өзінің қалай айтсам енді адам екенін білу керек, қорғай алу керек. Балаға жастайынан сондай дағды, қасиет, навык дейді ғой орысша, берілу керек. Ол мектепте жалпы жас балалардың арасында балалар негізі өте қатыгез болады. Балалардың болмысы сондай, олардың жүйке жүйесі әлі және де былай ойы да жетіп піспеген деуге болады. Сондықтан олар өздерінің агрессияларын дұрыстап контролировать ете алмайды. Сондықтан балаға сондай өзін өзі қорғау дағдылары берілу керек. Одан кейін осының бәрі сенің депрессияға түсуіңе себепкер болды, иә? Сол турасында айтып өтсең. Негізі депрессия ол сондай жалпы сөз ғой, күй, иә. Сол күйге әртүрлі адамдар әртүрлі жолмен түседі. Менің ситуациямда ол былай болды. Мені булить еткен кезде мен әрдайым жалғыз болдым, ешкіммен дұрыстап, мысалы сыныпта достық қарым-қатынасын құра алмай қалдым. Өйткені сен өзіңді мысалы былай подавленный күйде жүресің, сенде ешқандай күш жігер болмайды, әрдайым сен шаршап жүргендей боласың, ойың басқа жақта болады, былай қобалжисың да, толығып жүресің, толғанып. Сондықтан сенің бүкіл энергияң кетіп, ал дәл сол мысалы мектепте оқитын кез, ол адамның психологиясының, әлеуметтік былай қалай айтсам енді кругының да ортасының қалыптасатын кезеңі, дәл сол кезеңі. Мен сол кезеңнен қалып қойдым. Сондықтан әрі қарай мысалы мектептің соңғы сыныптарына қарай менде дұрыстап доста болған жоқ, шынымды айтсам. Бір ғана досым болды, бірақ ол 9-шы сыныпта Астанаға кетіп қалды. Болды, менде дос болған жоқ. Кейін мен мектеп кезінде сол достасу, адамдармен мысалы былай сөйлесу дағдыларын дұрыстап үйренбегендіктен кейін сол қалып универ кезіне де жалғасып кетті негізі. Өйткені универде жалпы жоғары оқу орындарында балалар мысалы 18 жасында келеді ғой универге. Олардың өздерінің уже жетіп піскен әлеуметтік орталары болады, олардың өздерінің сөйлесетін достары болады. Сол достармен жүреді, сен сол нелерге сен яғни өзіңе не нәрселеріңе байланысты мен депрессиядамын деп сондай не қойдың, диагноз қойдың? Қандай сипаттамаларымен айта аласың? Менде мысалы әрдайым көңіл күйім болған жоқ. Көңіл күйім болған жоқ. Кейін былай енді күш жігер дейміз ғой, сол да аз болды деуге болады. Кейін ұйқы, тамақ. Ұйқы бұзылды, тамақтану нелері тәртібі бұзылды. Жұмыссыздық та болды, бірақ жұмыссыздықтың тағы бір нелері бар, себептері. Өйткені жалпы ол негізі жаңадан пісіп жетілген айтамыз ғой, университетті бітіреді ғой. Жаңа өте сондай жас профессионалдар көбінде жұмыс таба алмайды. Ол депрессиядан
депрессияны кешкен адамдарда ғана болмайды, ол жалпы сондай еңбек нарығындағы феномен деуге болады. Иә, ал былай енді әрине жұмыссыздық та өзінің рөлін нетті, тигізді. иә, тигізді. Иә, былай енді Одан қоса сенің достарың болмауы, иә? Иә. Өйткені мен білем, кофейняға барып тіпті құр отыратын да кездері болып тұр Шыңғыстың. Маған біреу келіп жақындап менімен танысса екен деген. Енді бұл деген тіпті өте бір критикалық, жалғыз сезімі жағдай секілді менің ойымша. Жалпы Шыңғыс сияқты адамдар негізінде бар. Оны мойындау керек, Серікгүл ханым. Менің айналамда да қазіргі таңда жарқырап, жайнап жүрген адамдар бір кезде Инстаграмнан, жалпы ТикТоктан жоқ болып кетеді. Сосын кейін анықталғандай, олардың барлығы депрессияда жүр екен. Яғни өмірдің қызығы қалмады, Абылайхан сен несің бе, жұмыс істегім келмейді, үйде жата берем, таңнан кешке дейін тамақ ішем, үйден шыққым келмейді дейді. Оның ішінде бойдақтар да бар, оның ішінде тұрмыс құрған немесе үйленген жігіттер де бар. Мен айтамын, бұл қалай, бұл неден басталды десем, өзіміз білмейміз дейді. Вот мен бағана түсіндіріп кеткен депрессиядағы адамдарды. Мен қазір Шыңғыстың айтып отырғанынан оны депрессияға жатқызбаймын. Бұл Шыңғыста мысалы біз қазір сұрап алсақ болады да бірден. Сол кезде саған қандай көмек жетпеді? Қандай нәрсе болғанда сен сол оқиғадан шыға алар едің? Және қазір солай жүрген балаларға не деп мысалы сен кеңес берер едің? Бұл Шыңғыстың айтып отырғаны жаңағы сен және мен айтып отырған депрессия емес. Я, бұл буллингқа байланысты баланың үлкен стрессқа тап болуы. Біз стрессқа тап болған жерден қашамыз. Стресс болған жерді көргіміз келмейді. Кез келген адам өзі отырсын да қазір сұраққа жауап берсін. Қай жерде саған қатты бір қысым көрсетілген стресс болып еді? Қай жерде? Қай үйде? Қай адресте? Қай ауылда? Қай өңірде? Немесе қай бір бұрышта, иә? Сол жерге қайтып барғың келмейді. Сол жердің қасынан өткің келмейді. Есіңе түсіргің келмейді. Яғни қай жерден адам стресс алды, сол жерден қашады. Өмірінде Шыңғыстың солай болды, ол мектептен, сыныптан стресс алды, бармай қашуға амалы жоқ. Сол жерге бәрібір күнде барады. Яғни стресс көбейіп, үлкейе берді. Бұл деген кәдімгідей мені сондай ауыр көңіл күйге әкеледі. Бұдан енді депрессия деп біз енді айта береміз ғой, депрессия емес бұл. Одан ары қарай мысалы жаңағы университетке барған кезде де балалар бір-бірімен қандай қарым-қатынас жасаған, сол нәрселерге байланысты. Және бұдан шыға алады әдетте адамдар өздері. Жаңа сен айтқандар шыға алмайды маманның көмегісіз. Жоқ, енді осында бір айта кететін жайт, депрессияның әртүрлі болады. Бывает глубокая депрессия дейміз ғой. Бывает пассивная депрессия, сондай нәрсе болады. Адам өзінің депрессивті қалыпта болғанын білмей де алады негізі. Ол ойлайды, неге менің мысалы тәбетім жоқ бүгін, неге мысалы менің күшім жоқ, дұрыстап жұмыс жасай алмаймын. Сондықтан мен өз өзімді қалай айтсам, диагностикадан өткізгеннен кейін сондай неге келдім, кейін мен психологпен де жұмыс істедім, жаттықтым. Көмегі тиді ғой. Көмегі тиді. Саған не сол кезде көмек тиер еді? Сол кезде 8-ші класс, 9-ші класс кезде осылай асқынулар болмас үшін. Енді біріншіден айта кететін нәрсе, сіз дұрыс айттыңыз, ол стресс көбейе береді. Бірақ стрессті бар ғой, стрессті егер қалай айтсам енді, платинада су толып қалады ғой, кейін ол бұзылады. Сондықтан суды шығару керек. Дәл солай стрессті де шығару керек. Менің случайымда ондай болған жоқ. Бұл стресс көбейе берді. Ол менің жүйке жүйеме әсер етті. Ата-анаңа, ағаңа айта алдың ба осы мәселені? Менде осы жағдай болып жатыр. Мен сыныптастарым тарапынан буллингке ұшырап жатырмын. Маған тиісе береді. Мен сабаққа барғым келмейді. Өйткені ойлаңызшы, күнде таңертең бала тұрады, бірақ сабаққа барғысы келмейді. Ынтасы жоқ. Ол ауыр ғой балаға. Ол және де мектеп кезінде болған дүние, мектеп кезінде дос табылмады. Одан кейін бала университетке түседі. Университеті, Назарбаев университетінде оқыдың, иә сен? Енді ол жетекші университеттердің бірі, ол жерде де дос таба алмау, яғни баланың ішінде сол мектеп кезінде болған проблема әлі жалғасып жатыр деген сөз ғой. Негізі бұл бар ғой, менің ата-анам олар
өткен ғасырдың 60 жылдарында туған адамдар, былай ежелгі деп естілетін шығар. бірақ сол адамдардың бар ғой, шығу тегіне байланысты деуге де болады, өскен орталарына да байланысты нәрсе. Олар буллинг туралы олардың қалай айтсам енді қабілеттері, түсінігі басқаша да жоқ деуге де болады. Назар аудармайды ол нәрсе, сен айтсаң да, иә. Олар үшін ол сондай жат нәрсе деуге болады, нормада деуге. Не айтып отырсың сен деп айту мүмкін, иә, сен жігітсің ғой, несің ғой, анау мынау, в общем, сенің іштен кешіп жатқан проблема солай дұрыстап қарамайды да. Мысалы, мен өз ата-анаммен бөлістім, бірақ олар қалай айтсам енді адекватты түрде ешқандай қалай айтсам енді көмек қадам жасамады да. Көмек қадам жасауға тырысты, бірақ олардың қолдарынан келмеді. Өйткені бәрібір олар менің сөзіме сенбеуді деуге де болады. Бәлкім осы тұста ата-анасы дер кезінде психолог маманға апарып, немесе сынып жетекшісімен сөйлесіп, балалардың басын қосып, бір әрекет еткен кезде бәлкім осы жағдай болмас. Олар солай істеді негізі менің ата-аналарым, бірақ қалай айтсам енді нәтиже болмады ма сонда? Қалай? Нәтиже болмады. Өйткені мысалы буллинг ететін балалар, олар определенный характері бар, өздерінің паттерндері бар адамдардың түрі негізі буллинг ететін. Сол буллинг ететін балалардың өздерінің жанұяларында да буллингке ұшырайды деуге де сондай болжау жасауға болады. Өйткені нормальный адам буллинг етпейді ешкімді. Буллинг ететін адам ол өзінің ішіндегі бір ызасын сол адамға барады да, қалайсың, сығып алады, бар ғой? Солай істейді. Серікгүл ханым, мені қараңызшы, бұл жағдайда Шыңғыстың айтып отқаны, мектеп кезінде бала буллингке ұшырады, соның салдарынан университетте де жалғыз болды, яғни дос табылмады, дос табылмаса адамның бөлісетін адамы жоқ жанында, иә? Мен мында қосайымшы. Универде менде дос болмады де алмаймын. Былай болды. Бастапқы уақытта. Иә, негізі менде басында келгенде менде көп дос болды, өте көп дос болды. Назарбаев университетінде кейбір балалар 4 жыл оқиды, мен мысалы фаундейшн жылымен қоса ағылшын тілін үйреніп, қазақ мектебінде оқыдым ғой. Сондықтан ағылшын программасына көшу үшін фаундейшн бағдарламасында оқыдым. Сонда балаларда негізі нелер жоқ болады, специализациялар. Олар барлығы бір топпен жүреді. Сонда сен араласа аласың көп балалармен. Сол бірінші жылы менде таныс балалар өте көп болды негізі. Менің сол 2014 жылы түстім, 2015 жылы көктемде менің туған күнім. Сол туған күніме көп адам келді негізі. Бірақ мәселе неде? Мәселе мен сол нелерді, қалай айтсам енді, байланыстарды одан әрі қарай өсіре алмадым. Менде сондай навык, скилл болған жоқ. Мен мысалы дұрыстап былай балалармен отырып дұрыстап әңгіме құра алмадым. Коммуникация менде болған жоқ. Өйткені мектепте менің аузымды ешкім аштырмаған. Даже мысалы бір мұғалім бірдеңе сұраған кезде артта балалар күлетін болды. Хотя менің жауабым дұрыс болды. И сондай коммуникация жөнінде әлеуметтік сондай бір дағдыларымның болмау себебінен мен сол өзімнің кішкентай бала сияқты бір байланыстарымды әрі қарай өсіре алмадым. Содан кейін менде сондай кейбір балалармен достасам, кейін екі жаққа тарап кетеміз. И вот 4 жыл бойы сондай нәрсе болды. Енді қазіргі Серікгүл ханым, бұндай жағдайлар көп қой негізінде? Өте көп. Иә. Балалардың, оқушылардың осындай өз ойын айта алмауы, оларға біреу тиіседі, сөйтіп оқушылардың да жаңағындай стресске шалдығатын, депрессия шалдығатыны неге ондай? Жаңа Шыңғыс айтты ғой, сол шындық, және мен осы жақындағы бір аптасына бір кітап оқып бітем негізінде де, бірақ оқып біткен кітаптардың ішінде қатты әсер ететін болады. Сол қатты әсер еткені маған жаңа Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхатын повтор оқып та. Сонда қараңызшы, осыдан 100 жыл бұрын 1930 жылы
Бердібек Соқпақбаев оған буллинг сыныптан қалай жазады екен, әдемі қалай жасалған. Ол сондай аяусыз қатыгездік, ол тіпті қандай күйлерде болады, ана жер толық жеткізеді. Сонда бұдан қысқаша ғана қорытынды біз айтамыз, жаңа Шыңғыс айтқан, бала деген өте қатыгез, жауыз, жалмауыз жаратылыс. Оны тек қатыгездіктен адамгершілікке, аяушылыққа, жанашырлық сезімге тәрбиелеу ересек менің жауапкершілігімдегі нәрсе бұл. Мен осыған тәрбиелемеймін ба? Мен ересек адам ретінде баланы дамытып өсірмей қалған адамға жатам. Бірінші кезекте адамдардың ортасында ғана өмір сүреді. Осы өмірде. Яғни олай болса, сол адамдармен қарым-қатынас құруды ол балаға теттай кезінен үйретуім керекпін мен. Ол балабақша кезінен басталады. Қазір мен айтам, балабақша кезінде сен балаңды балабақшаға апарасың ғой, соң келгеннен кейін бір аптаның ішінде көлемінде сен кім деген дос таптың? Кім? Досың кім сенің? Соны ол айтады, досым Абылай. Абылай екеуің бүгін не істедің? Осындай. Балабақшадан баламды алға кеткен кезде, Абылай қане бар ма? Көрсетші маған. Соны көрсетеді, міне мен Абылай дейсіз. Ой, Абылай қалай? Мен Сәкөнайдың мамасымын. Сен сон Абылайдың папасы келіп қалады. Сосын мен айтам, сіз папасыз ба? Таныс болайық. Мен Сәкөнайдың мамасымын, екеуміздің баламыз дос. Сосын мен бұны күндері демалуға қыдыруға шығамыз. Мен балам дос тауып, сонымен жақсы болып жүргеніне кәдімгідей осындай қошемет көрсетуім керекпін. Кейін тағы да Абылайдан басқа қандай досың бар? Сұраймын. Соны Шыңғыс деген бала досым. Шыңғыспен, яғни бір адаммен ғана битіп қалмайды. Сосын оны қонаққа шақыр, үйге туған күнің болғанда, мынаны Шыңғысқа апарып бер сыйлық, мынаны Абылайға апарып бер сыйлық, иә. Осы коммуникацияны мен ары қарай мектепте жалғастырамын. Содан мектеп кезінен содан шақыр, достарың қайда? Үйге шақыр, міне, көрейін, бәріміз дастарханның үстінде бірге отырып, көреммен бірге тамақ жеген кезде тамақ жей ғой. Менің достарымды мамам, папам қалай құрметтейді, олармен сөйлеседі, баланың ішінде мүлдем басқа сезім қалыптасады. Осы балаға үлкен база болады. Ол сол кезден бастап ауысып басқа мектепке көшіп кетсе де, ол бір дос тауып әкелсе, мамасы, папасы оған құрметпен қарайтынын біледі. Сондықтан дос табу, адамдармен тіл байланысқа түсіп, коммуникация дегенге бала шебер болып өседі. Сен білімің жоқ болуы мүмкін, сен кішкене сауатсыздау болуың мүмкін, но сен коммуникация мықты болса, сен ең мықты кадр болып есептелінесің. Кез келген адаммен тіл табысып. Сондықтан мен өзім әу бастан принципім сол, балаларым кез келген біреумен бір келіп отырады, мама, анау кім? Маған мама жыныма келеді, Абылайдың айтатын сөзі. Мысалда, бір сыныбына жаңа ауысып келген біреу, сол сөйтеді, сол неге саған ұнамайды? Ондай деген болмау керек. Сен барлық адамды қабылдай алатын болуың керексің. Ол соны қабылдап үйренсең, значит, оның артында соған ұқсайтын копиясы 100 адам бар, 1000 адам бар. Соның бәрін сен қабылдай алатын боласың. Неге оны қабылдай алмай тұрсың? Оны өйткені мына жерін түзеткісі келіп тұр. Болмай түзетуге. Адам қалай сол қалпында қабылдауға үйрету енді менің осы жылғы міндетім. Мен осындай принциппен тәрбиеледім де баланы. Қазір олар ешкімді түзетейін, мынау опақ, анау сопақ, мынау кедей, мынау бай, мынау тупой деп онда ешкімге қарамайды. Бәрімен тіл табысу соған үйренеді. Сол кезде ол кез келген ортаға сіңіп кете алады. Кез келген баламен өзін, яғни еркін сезіне алады. Бұл бәрі жаңағы кімнің Шыңғыстың айтып отырғаны, мен балаға осы дағдыларды қалыптастырып мен өсіруім керекпін. Әйтпейді екен, балалар шеттерінен қатыгез, жауыз. Сыныпта неге? Себебі баланың жаратылысы осындай. Мен жауыз әлемнен жаралғандықтан біз өзі ұжымды буллинг жасау арқылы құрамыз. Буллинг деген құрбан табу. Яғни міне сынып ұйымшыл емес, бір түрлі бір шашыраңқы да. Отырамыз да, Шыңғысты мазақ қылайық. Шыңғыс біздің құрбанымыз. Соны мазақ қылудың айла тәсілін ойлап табуда, соған жыртың күлуде біз дос бола қаламыз. Сойтып біз коллектив құрамыз. Сол нәрсе біріктіреді. Иә, сол нәрсе біріктіреді. Ең сорақысы, бұл ертең үлкен туыс болып өскен кезде де бір жаңа түскен келінді жамандау үшін бұрынғы абысындар бірге қалады. О қандай? Содан туыстар да мына біреуді жамандап артқа тарту үшін бекерде бет жыртысып отырған туыстар да бірге қалады. Яғни дұшпанымыз бір болған кезде біз біргеміз. Мына жерде дұшпан дегеніңіз жаңағы буллингқа түсіп отырған құрбан. Кімді құрбан қыламыз? Көп жағдайда іші бір махаббатқа толы, адамдарға мейірім сыйлағысы келетін, ешкімнің көңілін қалдырғысы келмейтін бір жұмсақ мінезді адам құрбан болуға дайын. Өйткені ол маған кері әсер тигізбейді, ол маған жауап қайтармайды, ол менің көңілімді ойлайды. Сондықтан оны құрбан қылу маған өте пайдалы, тиімді.
дөп айтқан сияқты осы орайда негізі шынымен де солай. Мен де қазір түсініп отырмын, бәлкім мен де буллингтің бір құрбаны болған шығармын деп отырмын да. Өйткені менде де мектеп кезінде сондай бір енді активист, мектептің президенті, бәлкім менің сол бір ашық позициям менің сыныптастарымның шамына тиген болар деп ойлаймын да қазір қарап отырсам. Енді Шыңғыстың тағы да бір өмірінде болған жайт, ол өз-өзіне қол жұмсағысы келген. Иә? Ондай жағдай болды, иә? Болды, бірақ бірден айта кетейін, менде сондай енді қалай айтсам да на грани дейді ғой, ондай дәл сондай болған жоқ. Бірақ сондай ойлар келе бастады шынымен. Ауыр эмоцияда болған кезде мүмкін да, ауыр сезім. Иә, негізі бар ғой, ол обязательно ауыр сезімде болмауды мүмкін. Өйткені сен сол күні бойы, күн сайын сондай сезімде болғаннан кейін күн сайын бір нәрсе қайталана береді, бір ситуация, бір қалып бола береді. Сен шаршайсың содан, сондай өмірден шаршайсың, ондай өмір сүргің келмейді. И бір саған енді естисің ғой, суицид деген нәрсе бар. Соны еске аласың да, сол туралы ойлайсың. Оның бәрі қалай айтсам енді бітеді мысалы. Мәселелердің бәрін сонымен шешіп тастауға болады деп. Солай сияқты шығар енді. Бірақ менде бірден айта кетейін, клиникалық сондай суицидалдық не болған жоқ. Ойлар келеді, ол ой көп адам басына келеді. Ол келген үшін ештеңе демейміз. Ал жаңағы депрессияда болатындар ол ойды жүзеге асыра салады былай. Хоп, маған сондай ой келді деп айтып та жүрмейді. Олар буллингке тап болмайды, айтпақшы. Оларға бәрі бір, маған күлесіңдер ма, мені мазақ қыласыңдар ма, шын мәнісінде маған бәрі, мен одан сайын, сендер мені мазақ қылған сайын, мен сендерге агрессия бой, тіл мілімді көрсе, бетем де жүре берем. Маған бәрібір, мен өз әлемімдемін. Сондықтан жаңа шынайы депрессияда болатын адамдар, олар басқа адамдар. Жаңа досым болмады деп айтып отырған бәрі. Внимание жетпеді, көрдіңіз бе? Өзім қатарластарым қасынан бір махаббат, шын мәнісінде өте достыққа берік, адамға көңіл күй сыйлайтын сондай үлкен бай сезімнің адамы Шыңғыста. Мен де сондай бай сезімдерім бар, мен соны берем. А сен де маған не бересің десе, олардан кілең жаман нәрселер. Негатив. Осы жаман нәрселерден жиркенем, мені сондай түсіне алмайды, мені бағалай алмайды. Осы нәрселер ауыр, әрине ауыр. Осы больды тоқтатқым кеп, или өліп қалсам ба деген сияқты ой келеді де, былай жеңіл түрде. Өйткені сен бар ғой. Мысалы, мен айттым ғой, менде әлеуметтік ортамды қалыптастыру үшін дағдыларым болған жоқ, скилл болмады. Сонда мысалға айтсақ, екі адам қалжыңдасады, бір шутка айтады. И мен сол кезде ренжіп қалатын едім. А сол кезде мысалы бастапқыда сен мына кісіні кінәлайсың, ол дұрыс айтпады, бірақ кейін сенің миың жетеді, сенің просто сондай ренішке тез кіре салатыныңа көз жетеді. Ол просто ол жердегі айтылған қалжың сені триггерит етіп тұр, поэтому түсіп тұр. Әйтпесе ол шын мәнісінде жай бір қалжың жеңіл нәрсе да, яғни бұл сенің жан жараңа тиіп тұр, зеркальность болып тұр ғой сол жерден. Әрине кейде мысалы жастар кейде жаман қалжыңды айта алады, бірақ оған көңіл бөлмеуге керек, соған үйрену керек, көңіл бөлмеп. Менде ондай дағды онша қатты жетілген жоқ. Мен ренжідім. Сондықтан ол менің адамдармен қарым-қатынасыма зиян тигізді. Өйткені мен ондайға үйренбегенмін. Мен туралы қалжыңдасып, солай айтқанға. Ол кейін алып барады да өзіңді кінәлауға апарады. Ал енді негатив болды, осының жағдайлары болды, түрлі жағдайлар, басынан кештің. Бәрін қалай жеңе білдің? Бір күнде былай отырында шештің бе, әлде қалай? Негізі менің, былай айтсам, менің анам әрдайым маған жастайымнан кейде былай өз ойымды айтуға, былай қалай айтсам енді
мечтать дейді ғой, қалай? армандауға, қиялға ерік беруге. Қиялға ерік беруге ерік берді. Сондай не берді, мүмкіндік берді. Мүмкіндік берді. Менімен кейде сөйлесіп, мені қолдап, мысалы мен бастауыш сыныптарда президент болғым келді. Сондай менің ойларыма ол не берді, еркіндік берді. Ол маған өте қатты көмектесті, өйткені ол менің сондай ішкі жігерімнің базисі ретінде қалыптасты. Ол менің сол жігерім негізін қалады. Сол жігер мені әрі қарай өмір жолы бойынша мені тербеп әкеп тұрды қазіргі күнге дейін. Мен әрдайым ішімде бір сондай әрдайым үміт сезім болады. Мен негізі өмірлік девизім ол әрдайым сену. Даже анау тығырыққа тығылған кезде, тар жол тайғақ кешкен кезде де әрдайым туннельдің соңында бір нені көремін. Жарықты көремін. Менде сондықтан ол мысалы менің неме байланысты, мінезіме байланысты болуы мүмкін. Әрдайым өзіме сондай не бердім, қалай айтсам енді, сен адамсың, сенің де қалай айтсам енді құқығың бар өмір сүруге, сенің күшің бар. Мысалы өз-өзімен сөйлескен кезде сен шыңғыссың, мысалы шыңғыс, қандай күшті атың бар деп. Қазір мысалы өз-өзіңе жігер бердің. Мен қазір мақтанып отқан жоқпын. Мысалы сіз мен Абылайхандай қазақ хандығын біріктірдім, былай ұстадым деп өзіңізді жігерлете аласыз. Мысалы сізде мысалы солай барып өзіңнің көңіл күйіңді көтересің, кейін өзіңді сүйетіндей бір нелер істейсің, қадам жасайсың бар ғой. Мысалы барасында бір жақсы нәрсе сатып аласың, мысалы барасында бір жақсы тамақ нетесің, жейсің, барасында бір какой-то өте қымбат ресторанға барып келесің мысалы. Бұл өзіңді сүю нелері, қалай айтсам, қадамдары, белгілері деуге де болады, түсінесіз бе? Бізде өз-өзін сүйе алмайтын адамдар көп екен жалпы. Негізі мен айналамдағы сұрастырған кезде барлығын тек туыстарына, достарына, ата-анасына, жақындарына береді, бірақ өзі туралы ұмытып кетеді екен. Бұндай тақырып қозғамаңдар қасым. Тақырыпты отырмыз. Сөйтіп, соның бәрін ескере келе, сосын спортқа да келдің, е? Спорт, мен үшін спорт өте маңызды рөлге ие. Өмірімде. Өйткені негізі бар ғой, депрессия кірген адам, оның гормоналды фоны өзгереді. Ал дофамин концентрациясы төмендейді, кортизол гормоны көтеріледі. Кортизол баратта сенің неңді тәбетіңді көтереді. Сондықтан мысалы стресске шалыққан адамдардың көбісі емес шығар, мысалы олар артық салмақтан зардап шегеді. Өйткені кортизол, стресс гормоны, ол баратта сенің тәбетіңді көтереді. Кейін мысалы жүгірген кезде, физикалық жаттығуларды жасаған кезде адамның ағзасында эндорфиндер деген нелер химиялық қосындылар синтезделеді. Эндорфиндер ол адамға сондай рахат, қалай айтсам, дем алғандай сондай бір сезім береді. Сенің жаман көңіл күйіңді көтереді. Серотонин сияқты, дофамин сияқты гормондар қанға секрецияланады. Олар сенің көңіл күйіңді дұрыстап жасап береді, жақсы деңгейге көтереді. Және де қан, мысалы, қанды сен жүгіртесің, жалпы жағдайың былай жақсы болып кетеді. Ол спорттың әсерінде. Енді Серікгүл ханым, осындай жағдайға тап болғандар бар дедік, жаңағыдай стресске бой алдырған, депрессияға ұшыраған, өз-өзін жоғалтып алғандар, немесе бір тұңғиыққа батып кеткен адамдар. Сондай адамдарға қандай көмек көрсете аламыз, жалпы не істеу керек деп ойлайсыз? Бірінші кезекте ол кісілер маманға жүгіну керек, психолог маманға міндетті түрде. Себебі бұл жан тәннің жанның ауруы.
сенің жан дүниең ауырып тұрғаннан кейін оның диагнозын қойып, оның себебін, оған триггерит етіп тұрған не екен бәрін анықтап, сондай бір диагностика жасап, соның себебін бәрін реттеп келтіретіндей бірінші маманға барып өзіңді тапсыруың керексің. Маманға бармай өзі отырып алып қосымша ананы оқып мынаны оқып бір нәрсе сөйтіп шығып кетеді деген сондай болмайды. Себебі бұның барлығының саған соматикасы болады ертең организмге. Яғни адам анау бір мақал кішкене қате айтылған. Бірінші жаны сау болу керек, сол кезде оның тәні сау болады. Әйтпесе біз сап-сау тәнмен өмірге келеміз. Ал сол сау тәннің ішінде сау жан болса қайда қалды? Жоқ. Ол тән кейін ауруға шалдығады, себебі жан ауруға шалдыққаннан кейін. Сол себептен осы жанды емдейтін дәрігерге, маманға барып, бірінші соған жүгіну керек, соған тапсыру керек. Психологқа бару, психотерапевтке бару деген бұл өте өрескел, бұзық, сондай бір дөрекі нәрсе емес. Мен жаңа саған айтып жатырмын ғой, сұхбаттың басында Абылай жаңағы бағдарламаға келген адамның өзіне мен 2-3 сұрақ қойсам, ойланып қалды да менен. Сонда бұның жауабы қайда деп менен сұрап жатыр. Мен айтам, яғни сіз психологқа бармағансыз, бұндай талдаулардан өтпегенсіз, өз-өзіңізді танымайсыз, өз-өзіңізді білмейсіз. Сондықтан тіпті артықшылықтарыңызды білсеңіз, бұл деген қайткен кезде сен проблема болғанда ғана бару емес, сен жалпы рухани дамып, өз-өзіңді танып біліп, ары қарай өзіңмен жасап жатқан жұмысыңның өзі психологқа бару нәрсемен жаңа жалғасады да. Мен мысалы өз-өзімен жұмыс жасап жүрмін қазіргі уақытта да былай. Себебі былай қарасам, адам өз-өзімен жұмыс жасау керек дейді, бірақ мен жұмысты неден жасайтынымды білмеймін деп та келе берсең болады. Неден бастайтынымды білмеймін. Әйтеуір психологқа бар деп қазір бәрі айта береді деп. Келеді маған сондай адамдар. Содан кейін жақсы қадам келдіңіз, ал диагностикадан бастайық. Диагностикадан бастағанда қап-қабымен мәселелер шыға бастайды. Содан ал енді осының қайсынан бастап жұмыс жасайсыз. Сонымен шетінен бір сөгіп, бір тігісінен сөгіп бастап, өздері жұмыс жасап, реттеліп отырады. Және олар айтады, мен енді түсіндім, қажет деген сияқты. Сондықтан сізде созылмалы стресс па? Сізде ұзақ уақыт көңіл күйіңіз дұрыс болмай жүр ма? Сізде депрессия ма? Қандай жағдай болмасын, бірінші маманға бару керек. Және осындай жағдай болып қалмасын, сен тұрмысқа шықтың ба, үйлендің ба, сенің балаң бар ма, сен мына баланы тәрбиелемес бұрын ең бірінші бала деген қандай жаратылыс, оның психикасы, оның санасы, оның сезімі деген не, осы туралы ақпараттарды біліп алуың керексің. Кім арқылы? Маман арқылы, осы жан ілімін зерттейтінді. Сол себептен жаңағы айтқан сияқты осындай буллингқа тап болмайтын, стрессқа төзімді, депрессияға түспейтін, ортамен қарым-қатынас құра алатын ұрпақ тәрбиелеу үшін менің қару сайманым бәрі сай болу керек. Сондықтан осылай қамдануымыз керек қазіргі уақытта. Себебі жаңағы балалардың жауыздығы қай заманда да ол кетпейді. Ол әрдайым. Жақындары не ескеру керек осы орайда? Осындай болып жүрген адамға да. Жаңағы созылмалы стрессқа тисе берген дұрыс па? Неге жата бересің осы сен шаршаттың деген? Жоқ, тисе берген дұрыс емес. Тиіскен дұрыс емес. Енді лаж болса тыңдау керек та, бірақ біз тыңдау білмейміз ғой. Мен қанша ата-анаға тапсырма берем, сен балаң тыңда деп, олар тыңдау, мен тыңдаймын деп айтады ма, мен тыңдаймын, бәрін айтпайды ғой, айтпайды, өйткені сіз тыңдау білмейсіз. Тыңдағай тұрғанда ішіңізде сценарий жазылып тұрады, қазір мына бағытты айтса тыңдаймын. Оған сәйкес келмейді, басқа бағытты айтқаса, сен неге олай дейсің? Ол сен неге сөйткенде бүйткен болды, мен айтқай жатқан нәрсем сол, мен басқаша айтатын, менің қазір уайым қайғым жоқ. Сондықтан ол айтпай қалады. Сонымен айтамын, аузың жауып тыңдайсың ба? Тыңдашы, Құдайға тәубе, тыңдашы. Тыңдап отыр, не айтады екен? Басынан аяғын айтады, соны сен тыңдап отырғаның рас болса, сен ортасында, сонда сен ана жерді сөйткенде, сонда мына жерде қалай, ана жерін түсінбей қалды, мына жерін айтшы қайттан деген сияқты. Сенде шынайы сұрақ пайда болады. Сен сол сұрақ қойғанда бала сене бастайды, емес анау кісі сене бастайды. Мынау мен тыңдап отыр екен ғой. Олай болса, осыған қазіргі жағдайымды, жан күйімді түсіндіріп алайыншы деп түсіндіреді ғой. Солай түсіндірген, тыңдағаннан кейін терапия жасамау керек бірінші кезекте. Тыңдап алған адам терапия өйткені сен психотерапевт емес. Терапия жасаған кезде ана бәрі ішіндегісін айтып шығарғанысының бәрі зая болады. Себебі сен анадан өзің жоғары қоясың да, сен мысалы сөйтіп айтып отырсың, ол сол дұрыс емес. Сен бүйтсеңші, сен сөйтсеңші деу терапия жасау. Жарамайды. Ақыл айту. Иә, ақыл айту, жаңағы өзің бірдеңелеріңді тыққылау сондай.
солай терапия жасамаймыз, тыңдаймыз, терапия жасамаймыз. Содан кейін өз атыңнан айтқың келіп жатса, өз атыңнан сен болсаң бұл жағдайда қайтер едің, бүйтер едің, кері байланыс беруге болады. Кері байланыс деген өз атыңнан бересің. Мен сені түсіндім, мысалы мен сондай жағдайда болатын болсам, мен мысалы сөйтетін сияқтымын, бүйтетін сияқтымын деп та, сосын міндетті түрде осы айтқай тұрған нәрсеңе зеркальный нәрсе ұсынасың. Мен өзім кезімде солай болған, біздің кезімізде сөйтетін бүйтетін, или мен кезімде сондай болған, мен тұрған жерде былай деген сияқты. Осы 4 нәрсені пайдаланып қолданшы, ол кісі өзіне қажет нәрсені сенен алса алады, алмаса шыны керек. Сол ішіндегісін бәрін айтқан үшін де ол әжептәуір жеңілдейді. Және соның бәрін айтқанда өзі көп жағдайда дұрыс жауап тауып алады. Айту арқылы. Және өзі шын мәнісінде ол ештеңе, тек соны шын жан тәнімен тыңдайтын құлақ болған емес. Бірақ жоқ қой сол. Иә, сол жоқ. Сосын маңызды нәрсе жаңа Шыңғыстың айтып отырған, баланы міндетті түрде спортпен өсіру керек. Міндетті түрде. Физически жетіліп тұрған балаға ешкім буллинг жасамайды. Ол мейлі бокспен, күреспен айналысқан емес. Мысалы, мен балам конькимен айналысқан. Бірақ иығы деген мынандай күректей, қол бар мынандай, өзі оған барып ешкім тиіспейді, қақтығыспайды. Өйткені физически жетіліп тұрған адамға ешкім келіп тиіспейді. Айталық, міне 5 жыл жүзумен айналысқан, оның 2 күре қола, мынау иығы, 2 қолы күректей болып тұрады. Оған келіп ешкім мырс етіп күле алмайды. Сондықтан баланы міндетті түрде спортпен бірге өсіру керек. Бірақ спорт төбелес спорт емес. Мен оны оған боксты жатқызам төбелес спортқа, жаңа күрес, карате деген ондай емес. Адамды физически дамытатын спорт. Ол дегеніңіз ауыр атлетика, жеңіл атлетика, жаңа суға жүзу, коньки, шаңғы деген сияқты спорттың түрлері. Ауыр атлетиканы енді ауыр атлетика ол баланың бойын кішкентай қылып. Енді білмеймін, айтқаным ғой, ауылында жоқ болса, бірақ әйтеу бокс емес, карате емес. Агрессивті спорт түрлерін емес дейсіз. Емес, сол кезде өзі бала физикалық тұрғыда, мысалы, Шыңғыс өзі кейін барды. Егер де сол Шыңғыс 2 класс, 3 классынан бастап бұл, мысалы, конькимен айналысқан жігіт болса, конькимен сырғанаушы жігіт болса, бұл мынандай жетілген болады, оған мырс етіп күліп көрсін, ешкім өзінен физически жетілген адамға мырсылдай да алмайды, күле де алмайды. Негізі буллинг жасамайды сол кезде. Осында бір айта кететін нәрсе, ол былай қарасақ, негізі физикалық қалай айтсам енді данный дейді ғой, ол әркімде әртүрлі болады ғой. Ол адамның қолынан келмейтін нәрсе ғой, былай қарасаң. Боксшыларды алсаң, олардың алмаймыз оларды. Бокс пен каратені алмаймыз. Бірақ мынандай нәрседе 100%. 1000 жерден данный емес. 100% баланы былай спортпен бірге өсіру керек. Бұл деген дышы. Дене шынықтыру. Сен ол дышы дегенің болды, ол қалай болса да. Сондықтан оның бұлшықеттері жетілген, былай шымырлау келген сондай болады. Сондықтан солай баланы жалпы шымыр қылып өсіру керек. А шымырлықты кез келген бала адам сезеді. Шымыр емес па? Шымыр, шымырлық менің айтып отырғанда. Енді біреулер болады, олар аз өте. Олар бір 2-3% ғана. Оны қанша шымырлықпен, дышымен сен айналыстырып қойсаң да, ол өзі жалпы нәзік келген сондай болады. Онда оның қаруы гитара болсын, мысалы. Гитарист болсыншы. Ол ешкім тиіспейді оған. Ол деген авторитет ортаның. Құрметтейді. Ол қане ән айт. Гитарамен, домбырамен ән айтқанда ол деген бәрі гүлі. Сондықтан баланы жалпы осылай құрбандыққа түсіп қалмас үшін осы нәрселерін жан-жақты қамтып, дамытып өсіру керек ата-ана. Сонымен айналысу. Мықты қарулар болу керек. Да, қарулар болу. Осы орайда ата-ананың несі маңызды өте? Өте маңызды. Ата-ана екінші кезекке ұстаздар кіреді, сынып жетекшілер. Сынып жетекшілер сыныпта жалпы сондай бір балалар болса, сен өзің сөйтпе бүйтпе сөйтіп жүр деп емес, жан дүниесін түсініп сыныпты тату тәтті қылуға да, мысалы осы сол жаңағы Бердібек Соқпақбаев жайдан жай жазбаған ғой бұл шығарманы. Кейін келіп буллинг сұмдық кеңес өкіметі кезінде мектептерде сұмдық орын алғаннан кейін осы буллингті тоқтату мақсатында Чучело деген кітап жазған. Содан барлық мектепті сол кітапты оқуға міндеттеген. Сосын оған кино түсірді.
анау Пугачеваның қызы басты рөлде ойнап. Сосын сол киноны 70-80 жылдарда толық кеңес өкіметі кезінде барлық мектеп сынып оқушылар көрді. Содан кейін буллинг деген нәрсе былай басылды. Яғни бұл кәдімгідей жаппай ұлттың, халықтың, елдің, оқушылардың ортасында жүргізу керек идеологиясы, жеткізу керек нәрсесі. Яғни сыныпта сен бір балаға буллинг жасасын, ол қандай күйде ана бұл киноны әдемі түсірген, қазірде бар. Мен мысалы бірден балаларым 4-ші класс, 5-ші классқа келе бере чучелоны алдым да солармен оқып талдадым. Сыныпта қандай да бір балаға буллинг жасала ма, чтобы сол баланы сен қорғайтындай бол. Соны бірге, және ол ақпарат кез келген жағымен маған да жету керек, чтобы мен де барып көмектесетіндей. Ешкімді жалғыз өзін қалдырмаңдар, сондай болмасын, сынып ұйымшыл болсын, тату болсын. Сосын міндетті түрде сыныпты бірге тамақтандыру керек. Мен арнайы өзім қалтамнан 30 мың, 40 мың ақша шығарып, балаларыма беремде, сыныбыңды бір жаққа шақырып, ұстазына айтам, мен спонсор болам, бүкіл сыныппен барып пицца жеңіздер, сондай қылыңыздар. Бұл өте сыныпты біріктіреді, ұйымшылдандырғызады. Сондықтан ата-аналар сыныптың тату тәтті болуына осылай жан тәнімен беріліп қарау керек. Сонда сынып тату болады. Сонда бір бала шектен тыс қалмайды. Жаңа бір бала ауысып келді, таныстың ба? Қай жақтан кепті, қандай бала екен, кіммен дос болып жүрма, мен бәрін сұрап отырам. Барып таныс, дос бол қасында, бірге бол деген сияқтындай нәрсе. Бұл бәрі біздің нұсқамамызбен болатын нәрселер ғой. А коллективте ше? Ұжымда? Енді мен сондайдан мысалға дұрыс осындай неден өткен бала болсам мектепте, ұжымға барып дұрыс қосыла аламын. Енді ұжымда мектепте дұрыс болмаған болсам, көрдіңіз ба, ұжымға да барып дұрыс қосыла алмаймын мен. Бастапқы уақытында тіпті қарым-қатынасты терең құра алмаймын мен. Барлығы жаңағы бір титтей нәрсеге өкпелеп ренжіп қалу, ары қарай сөйлесіп отыратын болсаң, не айтатыныңды білмейсің. Өйткені сенім жоқ, ол саған күліп қалуы мүмкін, мазақ етіп қалуы, ол сенің жаның жаралауы мүмкін, сондықтан оған толық ашылмайсың. Сол себептен терең қарым-қатынас құра алмайсың, ұжымға да сіңе алмау деген сол жағынан. Сондықтан психологпен жұмыс жасаған болып тұр ғой Шыңғыс. Терең қарым-қатынас құруды үйрену үшін. Яғни терең қарым-қатынас құру үшін менде белгілі бір блоктар алыну керек, құндылықтар қалыптасқан болу керек. Солармен жұмыс жасаған болып тұр маман. Айта бер. Осында айта кететін жайт. Сіз дұрыс айтасыз, шымыр болу керек. Және де мінезі дұрыс күшті болу керек. Былай айтып қарасаңыз, мінезі күшті адам, ол арыстандай айбатты болады. Оны ешкім тиісе алмайды. Бір былай қабағымен қарап, адамды қорқыта алады. Мінезі бар адам. Бәрі ондай бола алмайды ғой, жаным ол. Әрине. Мен мысалы сондай адамдардың қатарынамын. Мен бүкіл 11 сыныпта 7-8 мектеп ауыстым. Маған мен бір сөзді айтқанда, жаңағыдай қате айтып қалған ғой мысалға. Бір қате ағылшынша айтып жатсам ба, бір орысша бірдеңелерді айтып жатсам, қате айтқан кезде маған күле ма? Прям бүйтіп қараған кезде анда шошып кететін сразу. Күлдің ба деген сияқты да, сондай. Яғни сондай рухы бар, рухты деген ол басқа психотиптің адамдар. Оларға не ешқашан буллинг жасалмайды. Сондықтан, сондай болып мен енді өзімді тәрбиелеймін ба? Жоқ. Мысалы, шын мәнісінде тәрбие дұрыс жағынан кететін болса, бұл Шыңғыс өнердің адамы. Бұл өнер жағынан адамдарға сезім беру, актерлық жағы, әншілік жағы, сахна, публика жағы, сондай тәрбие, сондай жағымен. Мысалы, менде Шыңғыс сияқты балам болған болса, мен кішкентай кезінен оны актерскиймен жаңағы театр, жаңағыдай вокал соған сүйреуші едім да. И бұдан мықты өнер адам өсіп шығушы еді. Өнер адам жаңағы қолында гитарасы бар, жаңағы Дима Билан өсіп шығушы еді. Салыстырғаныңыз үшін рахмет. Ортаның гүлі дейсіз ғой. Ал енді қараңыз, мынандай мәселе бар. Жалпы осындай негативті күй кешіп жүрген адамдар деді ғой, стресс, депрессия. Оларға да ақыл айтатындар бар. Саған үйлену керек. Үйлену керек? Саған тұрмысқа шығу керек. Бұл болмайды, сен былай жата бергенің болмайды, немесе мынадай күйде жүргенің болмайды. Сенің күйеуің болған кезде бәрі басқаша болар еді. Немесе сенің әйелің болған кезде бәрі басқаша болар еді деген сияқты айтатындар бар. Жалпы сондай тыңдап, сондай кеңесті үйлене салу, дұрыс шешім бе? Жоқ, дұрыс емес. Бірінші кезекте жаңа маманға бару керек деп айтқан себебім, сен өзің дұрыс емес осындай стресстік жағдайда жүрсің деген сөз, сен бір белгілі бір сондай стресстағы жүретін адамдардың кеңістігінде жүрсің. Кілтті нәрсе. Яғни дәл сол стресстағы жүрген адам кеңістігінде жүрсің деген сөз, сен кездесетін адамдарда сондай больной адамдар жан дүниесімен. Екі больной қосылыпты.
екеуі де инфант. Әр қайсының өзіне күтетін нәрсесі бар. Бұл дұрыс болмайды. Сен бірінші емделу керексің жан дүниеңді, сол кезде сен жан дүниесі сау адамдардың кеңістігіне өтесің. Содан кейін жан дүниесі сау адамдармен кездесесің де, сен дұп-дұрыс тәуелсіз, біреу ешкім бір-біріне сен неге маған сөйтпейсің, сен неге маған бүйтпейсің деген ешкімнің сондай бір қисық дүниесі жоқ. Дұрыс толыққанды дұрыс отбасын құрасың. Әйтпесе ертең басталады. Сен мені сөйткенсің, бүйткенсің, сен маған осын бермедің, сен мені түсінбедің, сен мені түсінбедің. Екеуі де өз-өзінің бір түсінуіне, сен мені түсінуге мұқтаждықпен. Сондықтан мәселеңіз бар ма, проблемаңыз бар ма? Ондай өміріңіздегі жауапты қадамға бармау керек. Ол өте жауапты қадам. Ол сенің бір болячкаңды жауып тұрған болуы мүмкін. Мысалы да, сен тәуелді адамсың, махаббат көрмегесің, саған махаббат назар керек. Яғни біреуге өзінің махаббат назарын бергісі кеп тұратын, сол үшін өзін құрбан қылып жеретін біреуге кездесесің. Ол сенің қасыңда толыққанды адам емес, ол құрбан. Өмір бақи сенің қасыңда құрбан болып жүреді. Значит, онымен дұрыс отбасы шықпайды. Ертең бала не болады, сондықтан емделіп алған абзал болады. Бұл айтады ғой, игра с нулевой суммой. Бір адам береді, екінші адам алады. Ал жалпы жанұяда екі адам бір-біріне беру керек. Қызық естіледі екен. Дұрыс айтып отырсың. Дұрыс айтып отырсың, жалпы әзіл болсын деп отырғаным ғой. Ойлаған жоқпын ондай мағынасы. Әзіл, жоқ, дұрыс. Шыңғыс, сен айтқан сөздерің сүйкімді естіледі. Дұрыс. Одан кейін көңіл бөлу мәселесі бар. Жалпы осындай енді біз депрессияға ұшыраған, стресске бой алдырған адамдар жалпы негізі көңіл шек келеді ғой. Оларға көңіл бөлу мәселесі қалай? Ол қалай жүру керек сол процесс жалпы? Көңіл шек деу ол қалай? Енді олар жаңағындай бір жылуды, болмаса бір оларға көңіл аударғанда қалап тұрады. Негізі ол бар ғой, стереотипизация деуге болады. Депрессиядан ұшыраған адамдардың солай екені. Депрессия ол талдамайды. Әртүрлі адамда бола береді. Мұндағы мәселе бар ғой, сіз айтқандай нелерге бару, мамандарға бару, психологтарға жүгіну, олар сенің неден өтіп жатқаның туралы бүкіл сенің клиникалық картинаңды ашып береді. Солай деуге болады. Мен өзім психологпен жаттыққам. Ол кісі когнитивно КПТ дейді ғой. Соның несі, профессионал маманы. Біз гештальт терапияның бір техникаларын жасаған едік. Маған көмектесті, бірақ ол кісі кейін декретке шығып, біздің неміз арамыз ажырап кетті. Бірақ жалпы алғанда барлық адамдарға психологиялық терапия керек деуге де болады. Сөз соңында енді яғни көңіл бөлу деген жаңағы Абылай сен сұрағынан айтайық та, негізі кез келген жаны ауырып жүрген адам сол өзіне көңілдің бөлінуін қалайды. Бірақ ол көңіл саған басқа жақтан емес, сол көңілді өз-өзіңе бөле алатындай қылып сені жасап шығарады маман. Яғни жалпы сен кішкентай бала болсаң болады. Сенімен жұмыс жасалынады да, бәрібір баланың ресурсына қарай бала өзі сүйеніп тұр кететіндей базаны қалыптастырады. Ал бұл жерде көмекке ата-анасы да кеп тұрса, ата-анасына жақсы тіреу қылып бере алады маман. Ал егер сен бала емессің, сен 18-ден асып кеткен болсаң, саған біреуден көңілдің бөлінуі, махаббаттың берілуі, сені біреудің жақсы көруі, саған біреу келіп жаңа ақшаңды төлеп беру, бір тамақ алып беру, бір саған бір тілек айтқызып, бір құрмет еткізіп қою. Сен шын мәнісінде бұлардың ешқайсына мұқтаж емессің. Саған не керек, сен соның бәрін өз-өзіңе бере алатын ересек адамсың. Осы позицияға сені психолог шығарады. Сол кезде сен жаны, тәні сау адамға айналасың. Сондықтан көңіл бөлінуіне кім мұқтаж? Маған көңіл бөлмеді, үйдегілер мені онша қатты жақсы көрмейді деп кім ойлап отыр? Сіздің жаныңызда ауру бар. Сізге
психолог маманға бару керек Иә. деп айтады. Негізінде мен неге айтып отырмын, мен байқаймын айналамдағы, мен біз көптеген адамдармен жұмыс істейміз. Иә, күн сайын түрлі адамдар келеді, түрлі тағдыр иелері жазады бізге, иә. Соңында мен байқағаным, адамдарға жалпы внимание дейміз ғой, көңіл аудару жетпейді екен, иә. Страдайды. Иә, әркім біреу қызын жазады, біреу жігітін жазады, біреу әйелін, біреу күйеуін, жарын деген сияқты, баласын, балам көңіл бөлмейді. Сонда мен ойлаймын, адамдарда соншама проблема көп па деп. Иә, адамдар соншама өздеріне көңіл аударғанды қалай ма деп. Өйткені бізге солай жазудың өзі ол адам внимание қалап тұр деген сөз ғой. Өйткені ол мен мәселеме назар аударыңдаршы, маған қараңдаршы деген нәрсе жазып отырады да. Содан кейін ойланып қаласың, ал біз кімбіз? Біз маман емеспіз, біз көмектесе алмаймыз. Сол үшін біз айтамыз, сізге кеңес береміз, тек маманға барыңыз, жүгініңіз психологқа деп айтамыз да, өйткені басқа біздің қолымыздан келер шара жоқ. Сосын енді кілт сөз ретінде тым болмағанда бірдеңе айтып қояйық. Иә. Сен егер саған көңіл бөлінуге мұқтажсың ба? Сен егерде жандай біреуге, ешкімге жандай сенамайсың, кімге сенсем деп сенімге мұқтажсың ба? Сен әділдік таппадың өмірден, әділдік іздеп, әділдік табуға мұқтажсың ба? Сен осындай нәрселерге мұқтаж болсаң, сен мынандай техниканы өзіңе қолдансаң болады. Сен соның көзіне айнал. Сен біреуден көңіл күтпе. Сен бөлші көңілді. Түсіндім. Сен әділдікті іздеме, сен әділ болшы. Сен біреуден кімге сенсем деме, сен сенімді болшы. Сен соның көзіне айналсаң, адам бұл өте шебер, тамаша жаратылыс. Саған ешбір жерден әділдік керек емес. Сені біреу сатып кетіп жатса да, сен қатты оған қайғырмайсың. Себебі сен ешкімді сатпайсың. Сені сатқан адамның өзінің ол травмасы, өзінің жасайтын жұмыс. Саған әділдік ешбір жерден іздемейсің, әділдік деген сен. Саған біреудің көңіл бөлуінің қажет жоқ, сен көңіл бөле аласың. Сен назар аудара аласың. Яғни біз осыған айналсақ, сен бұның жемісін көресің. Бұл өйткені өте тамаша нәрсе. Сен бұл нәрселердің жемісін көресің, себебі сен источникқа айналдың, сен көзге айналдың, соның көзіне. Сондай бір қысқа техника берейік, кім түсінеді? Сенде қазір инсайт болған сияқты абылай. Неге деп отырсың ғой? Өйткені Серікгүл ханым, мен ойланып қалдым қатты. Кейде мойындай салайын осы жерде, иә, жасыратын ештеңесі жоқ. Кейде менің өзім тіпті көңіл аударғанды қалаймын. Біреудің тарапынан маған көңіл аударса екен, маған қараса екен, маған сенім білдіріп, арқамнан қағып, сен мықтысың ғой деп айтса екен деп қалап тұрам. Ол ата-анам, ол жақындарымнан бөлек, жалпы танымайтын біреу адам болса да, солай айтқанды қалаймын. Неге десеңіз, ол нәрсе маған бір сенім беретін сияқты ма, бір маған мотивация беретін сияқты. Кейде мен тіпті кейбір жасаған жұмыстарымды шабыттанып, сол айтқан сөздерден кейін жасап кеткен кездерім болған. Енді қарап отырсам, сіз айтып отырсыз ғой, негізінде сол рас сияқты. Неге мен олардан күтуім керек? Мен өзім істейін да сол нәрсені, иә? Неге олар маған көңіл аудара беруі керек екен, мен неге көңіл аудармаймын деген нәрсе. Мен қазір міне осы жерде отырған кезде ойлаймын. Хап еткізіңде ол не только инсайт, ол еще катарсис болады. Бір состояниедан шығасың да, бір сезімнен басқа сезімге түсесің уже. Иә. Сөз соңында енді түйіндейік. Жалпы көрермендерге не айтасыздар енді? Бізді тыңдап отқан бағанадан бері. Не айтады, Шыңғыстан бастайық? Жоқ, сенен бастайық. Иә, подкасттың соңында бір айта кететін түйін ой, ол мысалы мен постымда жазғандай, сол кофейняға барып, отырып, толғанып, былай біреу маған менімен сөйлесе деп ойланып отырдым. Бірақ ең қызығы, дәл сол кофейняда отырып, бір күні мен бір әйелмен таныстым. Кейін барып, сол әйелмен сөйлесе бастадық, онымен былай нете бастадық. Енді әйел емес, ол бой жеткен деуге де болады. Қыз дейік. Қыз деймін. Ару. Әйел деген. Әйел деген. Басқаша нәрсе ойлап кетті, кешірім, сізден желкен кісі как будто. Сосын? Иә, сөйлестік, дос болдық, өте жақсы адам. Иә, сондай современный кісі өзі, күшті киінеді. И бір күні сол неде кездескенбіз, кофе ішіп, сөйлесіп. Мен оған айтам, мен өзіме психолог іздеп жатырмын. И қараңызшы,
оған дейін ол бір құрбымен дәл сол неге келіп жүрген кофейняға. Біз былай таныстық, жай. Кейін айтады, оказывается, сол құрбысы психолог екен. Оның нөмірін береді. Маған кейін біз кездесеміз. Сосын біздің практикамыз басталады, психологиялық. Сонда мұнда бір түйетін ой, ол ешқашан өзіңіздің үмітіңізді үзбеңіз. Әрқашан, әр жерде тығырыққа былай тығылған кезде де әрқашанда ситуациядан польза іздеңіз. Әрқашан, әрбір нәрседе бір сондай не болады, мүмкіндік болады. Сол мүмкіндікті өткізіп жібермеңіздер. Тамаша. Жақсы, да. Мен енді біз екі позицияны өте жақсы қараймыз. Бала позициясы, ересек адам позициясы, да. Бала позициясында біз өмірге келеміз. Сол позицияда 18 жыл өмір сүреміз. Баланың позициясы деген сөз бұл инфант деп аталады ғой, инфантилизм. Неге? Өйткені сен алғың келеді, бәрін алғың келеді. Материалдық әлем бойынша да ақшаға байланыстың бәрін алғың келеді. Рухани әлем бойынша сезімге байланысты жандай абстрактылы дүниелердің бәрін алғың келеді. Яғни соларды алып барып мен бала болып өсем. Сіз бір сәт өзіңізге қараңыз. Ересек адам деген кім? Ересек адам дегеніңіз, мен енді берушімін қоғамға. Мен қасымдағы жақындарыма, ортама берушімін. Материалдық жағынан да, рухани жағынан да. Мен дәл қазіргі отырған күйімде алғым кеп тұр ма, бергім кеп тұр ма? Мен неден болып страдайды етіп тұрмын? Да? Мен осы сұраққа жауап беріп алайын. Алғым кеп, ала алмай отырған болсам, мен бала позициясындамын. Менің паспорттағы жасым 20-ны, 30-ды, 40-ды көрсетіп тұр. Шын мәнісінде мен сол кішкентай анау 6 жастағы әлі әке шешесінен внимание ала алмай қалған, 9 жастағы әлі сыныптастар ренжітіп сап, өз-өзіне сенімсіз өкпелеп отырған баламын. Қайтып бұл баланы өсіреміз. Сол себептен маманға барыңыз деп айтып отырмыз. Ал жоқ, ересек адаммын, бірақ дәл қазір менің мынау бір тұрған нәрсем менде стресс болып тұр. Значит, ол сізде стресс болып тұр деген, бұл сіз стрессқа төзімді емессіз. Және сіз өмірдегі өзіңіздің тапсырмаларыңызды шеше алмайсыз. Тәжірибе жетпейді, жаңағыдай да бір навык жетпейді. Бұл нәрседен не істеуге болады? Сізге көмектесетіндей тәжірибелі адамдар болса, соған жүгінесіз, әйтпесе маманға барасыз. Маман сізді шешіп береді емес. Сізге берілген кез келген тапсырма сіздің соны шешетіндей потенциалыңыз бар болғандықтан беріледі. Сіз тек сол потенциалыңызды өзіңіз көре алмай тұрсыз. Сол себептен қандай жағдай болмасын, қазір сауатты қадам жасауға бізде барлық мүмкіндік жасалған деп айтсам болады. Біз сондай тамаша заманда өмір сүреміз. Барлығы бар. Және халықты маманмен байланыстыратын міне Абылайдай жігіттер бар. Рахмет. Тәжірибесі бар, біз сияқты мамандар бар. Сондықтан рахмет, Абылай. Рахмет. Сіздерге рахмет. Енді құрметті достар, осы тақырыпта барынша аша алдық деген сенімдемін. Жан-жақты талқылауға тырыстық, кейстер де айтылды, біраз кеңес те айтылды, өте құнды ақпараттар айтылды сіздер үшін осының бәрі. Сондықтан да біздің арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз үшін ол өте маңызды. Сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.